Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы мөлдір денелер мен материалдар. Бүгінгі сабақта сіздер қандай денелер жарық өткізетінін білесіңдер. Заттардың жарық өткізгіштігін адам қалай пайдаланатынын түсінесіңдер. Бүгінгі тірек сөз материал. Оқулықты ашып, осы суретке назар аударайық. Реті бойынша орналастыр. Суреттегі заттарға қара. Оларды ең мөлдірінен бастап, мөлдір емесіне дейін ретімен атап шық. Неліктен осы ретпен атағаныңды түсіндір. Әр зат қандай материалдан жасалған? Біз өткен сабақта жарық өткізетін заттар туралы өттік. Егер жарық өткізсе, яғни бұл заттың мөлдір екенін білуге болады. Осы заттарды қалай орналастырамыз? Сіздердің алдарыңызда көзілдірік, ұлғайтқыш, әйнек, стақан және файл, одан кейін пакет берілген. Осыларды қалай орналастыру керек екенін ойланыңдар. Сіздермен осындай ойын ойнап көрейік. Балалар қандай ойын ойнап жүр? Ойынды кімді бірден тауып алуы мүмкін? Ол қызды неліктен байқамай тұр? Әрине, есіктің артында тұрған қызды бала байқамай қалды, өйткені ол есік мөлдір емес. Мөлдір емес болғандықтан оның артындағы зат көрінбейді. Ал аквариумның артындағы баланы тез көріп қоюға болады. Себебі аквариум шыныдан жасалған. Шыныдан жасалса, оның мөлдір екенін білуге болады. Келесі зерттеу жұмысы. Сіздерге мынандай тапсырма. Мөлдір заттарды қандай материалдан жасайды? Ал мөлдір емес затты ше? Дәптерді ашып, дәптерге кесте сызамыз. Оны 3 бағынға бөлеміз. Бірінші бағынға зат, ортасына материал, үшінші бағынға мөлдір немесе мөлдір емес. Енді айналамызда кез келген затты қараймыз. Мысалы, орындық қандай материалдан жасалған? Және оны мөлдір ме, мөлдір емес екенін анықтайсыздар. Келесі дәл осындай стақан. Стақан қандай материалдан жасалған және оның мөлдір еместігін анықтаңыздар. Осы жұмысты дәптерде орындайсыздар. Келесі оқулықта ғимараттар. Фотосуреттерді сипатта. Не бейнеленген? Нысандарды салған кезде қандай материалдар пайдаланылған? Жылыжайдың мөлдір болуы неліктен маңызды? Океанариум қабырғалары неге әйнектен жасалады? Басқа қандай ғимараттарды салған кезде жарықты жақсы өткізетін материалдарды пайдаланады? Ойланып көр. Бірінші суретте біз океанариум көріп тұрмыз. Неге оны шыны әйнектен жасалған? Себебі ішіндегі балықтарды жүзіп жүргенін көру үшін бізге мөлдір зат қажет, сондықтан оны әйнектен жасалған. Келесі екінші суретте жылыжай берілген. Ол мөлдір зат пленкадан жасалған. Ол не үшін керек? Пленка мөлдір және ол жарық өткізгіш. Ал ішіндегі өсімдіктерге жылу өте қажет. Жылу және жарық қажет. Ал пленка жарықты жақсы өткізгеннен кейін ол жылуды да береді. Есімізге сақтаймыз. Әйнек, хрусталь, полиэтилен, түссіз пластик, таза су және тағы басқа материалдар мөлдір болады. Әрі олар жарық өткізеді. Зат мөлдір болса, ол міндетті түрде жарықты өткізеді. Нұрсұлтан қаласында болғанымыз бар ма? Болсақ, әлемдегі ең үлкен шатыр Астанада орналасқан. Ол Хан шатыр деп аталады. Хан шатыр сауда ойын-сауық орталығы. Оның шатыры күн сәулесін өткізетін жартылай мөлдір материалдан жасалған. Ғимараттың жоғарғы қабаты осылай жарықтандырылады. Яғни, оның үстіңгі қабаты мөлдір болғандықтан, ол жарықты жақсы өткізеді.
Бүгінгі сабақты қорытындылап өтейік. Бүгін сабақта сіздер қандай денелер жарық өткізетінін білдіңдер. Заттардың жарық өткізгіштігін адам қалай пайдаланатынын түсіндіңдер. Енді бүгінгі сабақты жалпы қорытындылау мақсатында бейне сабақтың астында сілтемемен өтіп тапсырманы орындаймыз. Сіздерге мынандай тапсырма: мөлдір және мөлдір емес заттарды бөліп белгілеу керек. Мысалы, сіздердің алдарыңызда стақан мен су берілген. Ол қандай заттарға жатады? Егер мөлдір заттарға жатқызсақ, онда мөлдір зат деп апарамыз. Келесі алма мен уқолық, ол қандай заттарға жатады? Барлық суретті белгілеп болғаннан кейін астындағы нүктеге басып, дұрыс жауапты белгілейміз. Дұрыс жауаптар жасыл түспен, қате жауаптар қызыл түспен белгіленеді. Бүгінгі сабақтағы тапсырмалар толық орындап болсақ, өздеріңізді бағалап жіберіңіздер. Егер бірінші смайликпен маған бәрі де түсінікті белгілейсіздер. Егер сұрақтар пайда болса, екінші смайликті таңдайсыздар. Мен есте сақтадым. Төртінші смайликті таңдайсыздар. Егер мүлдем түсінбесеңіздер, төртінші смайликті таңдаңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.